Сәттілік формуласы Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамы жас мамандар кеңесінің жастар арасында өткізетін танымдық бағыттағы жобасы осылай аталады. Жоба бойынша кезекті кездесу өлкемізге танымал ел азаматы Сақып Керелбаевпен өтті. Шарада Сақып Бүркітбайұлы өмірлік бай тәжірибесімен жастармен алға қойған мақсатқа жету жолындағы ақыл кеңесімен бөлісті. Сонымен қатар бұл күні мұнайшылар арасында Brain Ring ойыны да ұйымдастырылды. Сайысқа қатысушылар мұнай тарихы туралы білімі мен білігін жарыстырды. Аталмыш іс-шаралар қазақ мұнайының 120, қазыналы Қаламқас кен орнының 40 жылдығына орай ұйымдастырылған. Сақып Керелбаев 70-ші жылдары жоғары білім алып, туған түбекті түлетуге жастық жігерін, азаматтық жылдарын арнаған білікті басшы, облыс басқаруға дейінгі еңбек жолынан өткен қоғам қайраткері. Маңғыстау облысының мал шаруашылығын дамытудағы еңбегі ересен зор. Облыс басшысы орынбасары қызметінде жүріп, елдік мемлекеттік іс-шаралардың көш басында болды. Әсіресе Бекет атаның 250 жылдығын ұйымдастыруға белсене араласты. Ол Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының жас мамандарымен кездесуде жастарға ақыл кеңесінде айтып, тәжірибесімен бөлісті. Енді бұл кездесуде өзіміздің басымыздан өткен бұрынғы қазіргі өмірдегі жағдайлар, осы Маңғыстаудағы, сосын қызметтегі кейбір мәселелер, енді өмір болғаннан кейін оның өткелдері болған, сол жөнінде жақсылап тұрып бір кең риясыз көңілменен кездесу жасадық. Қазақстан мұнайының 120 жылдығының алдында Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының ұжымына, оның ішінде оның жастарына, мына ізбасар біздің барша жақсылықтар мен сәттілік, игіліктер тілеймін. Brain Ring ойыны компанияда 90 сайын тұрақты өтіп тұратын танымдық сайыс. Бұл жолы Қаламқас мұнайгаз, Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармалары мен орталық аппарат ойыншыларынан құралған білімділер командалары Қазақстан мұнайының тарихы тақырыбындағы тартысты сайысқа түсті. Командалық топ арасында бір топта кем дегенде 5-6 адамнан құралатын интеллектуалды ойын. Бұл жерде адамның ой өрісін, түйсігін ашатын, сондай адамның білімге деген құштарлығын көбейтетін ойын. Мұнайшылардың тек кәсіптік қырын емес, интеллектуалдық танымын анықтайтын білім бәйгесі 2 кезеңнен тұрды. Алғашқы бөлімде қазақ және әлем мұнайының тарихына байланысты сұрақтар қойылса, келесі кезеңде логикалық сұрақтар болды. Тартысты ойын нәтижесінде 3-ші орында Жетібай мұнайгаз, 2-ші орында Қаламқас мұнайгаз, ал 1-ші орын орталық кеңсе қызметкерлеріне бұйырды. Жалпы мына Brain Ring ойынның ішінде көптеген ақпараттар алдық. Ішінде логикалық сұрақтарда ол қазақ мұнайының біз білмейтін қыр-сырларын білдік, өзімізге көп ақпарат жинап алды өзімізге. Сол жарыстың ең үздік 1-ші орын алып отырық. Ұйымдастырушы алқаларына, жас мамандар кеңесіне, соның ішінде төрағасы Шыңғыс бауырымызға рахмет. Осындай үлкен жарыстарды, осындай үлкен дәрежеде өткізуіне өткізіп жатыр. Өте қуаныштымыз. Біз де қуаныштымыз 1-ші орын алып жатқанымызға. Алдыда жеңісті күндеріміз көп болсын деген біледі. Ойынға қатысқан командаларға құнды кітаптар мен ақшалай сыйлықтар ұсынылды. Айта кетейік, компанияда Қазақстан мұнайының 120 жылдығы аясында Қаламқас кен орнының 40 жылдығына орай 40 жылдыққа 40 ізгілікті іс айдары мен шаралар легі жалғасатын болады. Жансай Оразбай, Ролан Аметұлы, Каспий ақпарат.